табалдырықты баспа. Адам ата қағбаның іргесін қалап, оны Құдайдың үйі деп атайды. Қағбаға құлшылық жасап, ескірген жерін жөндеп тұрады екен. Дүниеден өтерінде ұлы Шишке қағбаның кілтін ұстатып, оны күтіп таза ұстауды аманат етіпті. Шиш әке өсиетін бұлжытпай орындайды. Оның ықылас пейіліне риза болған Жебірейіл Шишке үй салуды үйретеді. Оған дейін адамның ұрпағы ағаштан салынған лашықтарда өмір сүрген екен. Шиш құрылыс өнерін үйренген соң алғаш өз үйін кірпіштен тұрғызады. Баспанасы дайын болған кезде оған бірінші болып қонаққа келген Құт екен. Ол үйден орын беруін сұрайды. Шиш пайғамбар қалаған жеріңнен қоныс ал дейді. Құт табалдырыққа келіп жайғасады. Осыған орай ел арасында табалдырықта тұрма, табалдырықты баспа, үйдің құты қашады деген ырым қалыпты. Артынша Шиштің үйіне Бақыт келіп бас сұғады. Ол төрден орын беруді сұрайды. Шиш рұқсат береді. Бақыт төрге барып жайғаса. Қазақта құрметті қонағын төрге отырғызып, бата сұрау осы ырымнан қалған екен дейді. Бақыттың соңынан үйге береке кіреді. Ол Шиш пайғамбардың дастарханнан орын алыпты. Дастарханда береке бар деген түсінік осыдан қалыпты дейді. Көп ұзамай ынтымақ келіп, пайғамбардың қонысынан жай сұрайды. Ол босағаға орналасады. Қазақта босағаң мықты болсын деген сөз, ынтымағың мықты болсын деген тілек екен. Ал босағада тұрма дейтіні, ынтымақты бұзасың деген ырым екен деседі. Шиш ізгі амал қасиеттерді орналастырып жатқанда, үйдің бір саңылауынан жын перілер жасырынып келіп, үйдің бұрышына тығылады. Кім бұрышқа отырса, соның арқасына мініп кеудесін басады екен. Қазақта қара басты, еңсені езі деген тіркестер осыған орай айтылған екен деседі. Ырым білетін есті кісілер жастарға бұрышқа отырма деп тәрбиелейді. Үйдің ішін адыраспан, не аршамен аластағанда жын перілер жоғалады деген түсінік бар.